Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге көйлекті жасайтын боламыз. Бұл өте оңай әрине. Және егер сіздерге осындай набор қажет болатын болса, дайын шаблондар каналы сатылады. Ол үшін менің осы видеоның астындағы описаниеден WhatsApp-ыма жазсаңыздар жеткілікті. Міне бізде шаблон осылай шығады. Яғни сіздер бір глянцевый беттен екі көйлекті жасай аласыздар. Бұл үшін бізге 135 граммдық глянцевый қағаз қажет. Міне осыны қазір қиып шығамыз. Барлық керек емес бөлікті қиып алып тастағаннан кейін бізде шаблон осылай қалады. Енді қазір осыны біз үшбұрышты етіп орайтын боламыз. Ол үшін мына ұшын тік етіп қойып алуымыз қажет. Сол кезде әдемі көрінеді. Міне шамамен осылай келтіріп аламыз. Осылай үшбұрыш болып тұру керек. Енді қазір осыны бумажный клеймен жабыстыратын боламыз. Шетіне дейін клейді жағып, қазір енді жабыстырамыз. Міне толықтай жабысты. Ал енді маршмеллоу салатын немесе кукуруза салатын бізде пакетик осындай үшбұрышты болады. Бағасы 20 теңге. Және басында сымымен бірге сатылады. Кез келген тойбастар сататын жерден көйлекке арналған осындай пакетик беріңізші десеңіздер, сіздерге береді. Немесе бұның орнына басқаша кәдімгі пакеттер бар ғой, одноразовый, сондай істесеңіздер де болады. Мен алдын ала маршмеллоуды дайындап салып қойдым. Маршмеллоуды шаблонға жабыстыру үшін бізге двухсторонний скотч қажет, немесе горячий клеймен жабыстырсаңыздар да болады. Двухсторонний скотчты примерно ортасына жабыстырып қойдым. Міне видеода дұрыс көрмей қалыпты. Енді қазір осыны шаблонға жабыстырып жіберетін боламыз. Бізде көйлек дайын. Енді әдемілік үшін осылай лентаны бантик қылып байласаңыздар болады. Міне бізде барлығы дайын. Өздеріңіз видеодан көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы өте оңай.